Өте дәмді тіске басар жасаймыз. Бар жоғы 5-ақ минуттарыңызды алады. Жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен картошканы жұқалап турап аламыз. Турап алғаннан кейін картошканың үстіне мұздай су құйып, тұз салып 5 минутқа қойып қоямыз. Оған шейін сосисканың сыртын ашып, турап дайындап аламыз. Сосисканың неғұрлым халалын тазасын алсаңыздар, соғұрлым тәтті шығады. Осылай бірнеше бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Тура видеодағыдай етіп, зубочисткамен осылай түйреп шығасыздар. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, дайын тұрған картошкаларымызды 5 минут қуырып аламыз. Сонымен өте дәмді тағамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Бала-шағам үнемі мектептегі сосиски в тесттен айтады, мама жасап беріңізші солай деп. Ал мектептегіде кәдімгі дрожжевой тесто болады. Қамырды жайып, оны ашытуға ешқандай желанием болмайды. Үнемі осылай лаваштан жасап беремін. Дәмі керемет болып шығады. Бала-шағам тез жеп қояды. Бар жоғы 15-ақ минуттарыңызды алады. Ол үшін ең алдымен барлығын ашып, осылай түркіден сырды өткізіп аласыздар. Кез келген сырдың түрі бола береді. И творожный сыр керек болады. Творожный сырмен жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады. Ол үшін ең алдымен лавашқа бірінші творожный сыр, сосиски, сосын сырды салып, жақсылап орап шығамыз. Жақсылап қысып ораңыздар, сонда ашылып кетпейді қуырып атқанда. Жұмыртқаны шағып, жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Сосын панированный сухари керек болады. Бірінші жұмыртқаға батырып аласыздар, сосын панированный сухариға батырып, қызып тұрған майда 2-3 минут қуырып аламыз. Қатты көп қуырудың қажеті жоқ, өйткені барлығы пісіп тұрған нәрсе. Сөйтіп дастарханға ұсына бересіздер. Енді дәмі керемет болып шығады. Бала-шағам 2-3 минутта жеп қояды менікі. Жасап көріңіздер. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.